декреттегі маманың кемінде 3 сағат уақытта қалай және немен айналысумен өтеді. Соны көрулеріңіз келсе, менің каналыма подписаться етіп, колокольчикті баса кетіңіздер. Енді айтатын болсам, осылай қыздарыммен отырамын. Көп балалар әрине өздерінің балаларымен отырады. Біз Ақтөбеде болғандықтан, Түркілімде мамам жұмыста болған кезде осылай қызым кішкентай сіңлісіне қарайды. Ол жылаған кезде оны осылай тербетеді, жылаған кезде жылама деп айтып қоятыны бар енді. Қызым өте ақылды, зерек, қызымның жасы 2-де. Қызым суға түскен да ән айтқанды ұнатады. Кішкене осылай бөпесін жұбатып болғаннан кейін ары қарай Қоша ханым қайда екен әнін айтып береді қызым. Өлеңді өте қатты жақсы көреді, өлең айтқанды, билегенді соның ішінде. Жазда осылай әжесіне барғанын өте қатты қуанды. Сонымен біраз осылай қызымызбен развлекация еттік. Содан кейін қызым памперс кимейді негізі күндіз. Сонымен бұтына памперс кигізіп қойған едім далаға шыққанымыз үшін. Қызым бас иіп қойды, мына памперсті шеш, мынандай салбырап кетті деп маған көрсетіп тұр. Маған өте қатты күлкінішті болғасын түсіріп алдым.